Баршаңызға сәлем, балалық шақтың естен кетпес дәмі қоржықтарды менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бөлме температурасындағы айранға ас содасын қосып, көпіріп реакция жүргенше араластырамыз. Қант және сұйық майда венчик көмегімен қант ерігенше 5 минут араластырамыз. Кезекте ұнды екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлігіне разрыхлитель қосып, жұмсақ екемге келтіріп, қамыр илейміз. Міне қамыр қосылып жұмсақ болады. Дайын болған қамырды оқтау көмегімен ұн сеуіп, видеодағыдай 1 см көлемінде жайып аламыз. Яғни орташа көлемінде жайып алып, қоржық формасына кесіп аламыз. Бетіне айран жағып, 180 градуста 15-20 минутта пешке салып пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Дариға.